Сәлем достар, бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан клубника шоколады жасайтын боламыз, және де бананнан да жасаймыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады, менімен бірге жасап көріңіздер. Осы клубника шоколадты бұрыннан бері жасағым келіп жүрген, арнайлап базарға барып, клубникаларды таңдап алдым. Клубниканың неше түрлісі шығыпты. Қазіргі таңда клубниканың шығатын уақытысы екен. Мен таңдап тұрған клубникам қантты клубника екен, яғни қышқыл емес, тәттілігі көп клубника екен. Және де 3 дана банан алдым. Бананнан да шоколадты банан жасағым келді. Осылайша келесі кезекте шоколад іздеуге шықтым. Арнайлап өзінің шоколадын алған жоқпын. Осындай өзіміздің қолданып жүрген, күнделікті қолданып жеп жүрген шоколадтан ақ цветін және де қара цветін алдым. Осылай барлығын алып, таңдап болғаннан кейін үйге қайтып, жақсылап барлығын холодильникке бір салып қойдым. Холодильникке салған клубникалар өте керемет болады. Қатты әрі шоколадты араластырған кезде, шоколад пен клубниканы араластырған кезде бірден қатады шоколадымыз. Мына жерде мен клубникаларды бірінші салқын суға әдемілеп жуып, тазалап, осындай құрғақ салфеткамен сүртіп, сулылығы кету үшін құрғақ салфеткамен сүртеміз. Өйткені клубника сулы болып тұрса, қазір шоколадымыз клубникаға жабыспай қалуы мүмкін. Барлығын осылай жақсылап тазалап, арасында құмды болып тұрған жерлерін тазалап алдым. Және тағы да осыны холодильникке бір 10 минутқа қойып қойдым. Оған дейін осылай шоколадтарымызды осындай салафанға салып, қайнап тұрған ыстық суымызға осылай барлық шоколадтарды орап салып қоямыз. Және де осындай шұңқыр стакандарымызға шоколадтарымызды орналастырамыз. Осы пакетімен салып жібереміз, және де арасын қасықпен араластырып жібереміз. Мінекей клубникаларымызды бірінші ақ шоколадқа батырдым, одан кейін қара шоколадқа батырдым. Өстіп кезектен кезек батырып отырсақ, шоколадтарымыз қатып қалмайды. Тез жасауымыз қажет, әйтпесе шоколадтарымыз қатып қалуы мүмкін. Менде мына жерде таяқша болған жоқ. Таяқша болғанда жақсы болар еді, қатты батып, түбіне шейін батар еді. Мен сонда да осы клубниканың өзінің жапырағынан ұстап, болмаса таяқшасынан ұстап, өзінің өскен таяқшасынан ұстап, барлық шоколадтарға осылай батырып шықтым. Осылай клубникалардың барлығын осылай шоколадқа батырып, одан кейін холодильникке кем дегенде 10 минутқа қойып қоямыз. Және де жаңағы артық қалған шоколадтардан осындай клубниканы бетіне оюлатып жасап шықтық. Барлығын осылай жасап шығуға болады, және де неше түрлі дәнектерді пайдалансаңыздар болады. Менде бар болғаны осы шоколадпен әрлеу ғана болды. Осылай қара шоколадтың үстіне ақ шоколадпен әрледім, ақ шоколадтың үстіне қара шоколадпен әрлеп, осылай барлығын жасап шықтым. Және де қалған клубника, банандарды, осы қалған бір штук шоколадым бар, және осы қара шоколадпен қалған клубникаларды, банандарды дәл осылай жасап шықтым. Мінекей достар, біздің клубникаларымыз дайын болды. Клубникамыз да, бананымыз да дайын болды. Дәл осылай болып шығады. Кәдімгі магазиндерде, дүкендерде сатылып жатқан клубникадан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сіздерге кеңес берерім, клубниканың тәттілігін қарап таңдап алғандарыңыз дұрыс, тәтті клубниканы таңдағандарыңыз дұрыс. Қышқыл клубниканы таңдасаңыздар, клубника мен шоколадты екеуі араласқан кезде қышқыл дәм береді, ал тәтті клубниканы таңдасаңыздар, тәтті болып екеуі үйлесіп тұрады. Осылай менде коробка ыдыс болған жоқ. Осындай пластмасс ыдысқа салып,
менде қазір ауызашарға баратын болғандықтан осылай пластмасс ыдыстарға салып, бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке кемінде жарты сағатқа қоя тұрдым. Ауызашарға жақын қалған кезде алып, қонаққа осылай апардым. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, және де сыйлыққа берсеңіздер, туған күнге, мерекелерде берсеңіздер өте керемет сыйлықтың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Алда талай жақсы рецепттер шығатын болады. Сіздерге барлықтарыңызға ас болсын.